Сейлин бар. Мына қараңдар бәрі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдаулардың қатысушылары. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің 96 бабының ережелеріне сәйкес қор МК ашсай кен орны үшін әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар, жобалық құжаттар, жол берілетін шығарындылар, нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы, табиғатты қорғау іс-шаралары жоспарының жобасы, қоршаған ортаны қорғау бөлімі жобасы бойынша ықтимал әсерлер туралы бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылды. 2021 жылғы 3 тамыздағы нөмірі 286 бұйрықпен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағын басшылыққа ала отырып, мен Тереңөзек кенті әкім аппаратының жетекші маманы Жылсахметова Айнұр Серікболқызы бүгінгі тыңдаулардың төрағасы боламын. Тыңдаулардың төрайымының құқықтарына ашық жиналыс нысанындағы қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу үшін бізге қатысушылар арасынан хатшыны таңдау қажет. Есина Анастасия B+ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инженер-экологының қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде ұсынсақ, қол көтеріп дауыс берсеңіздер, бір ауыздан келіссеңіздер. Егер қарсылықтарың жоқ болса, осылай көпшілік дауыспен Есина Анастасия қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде таңдап алынды. Сонымен қатар, төменде қазір регламентті таныстырсам, 9:30-10-ға дейін қоғамдық тыңдаулардың қатысушыларын тіркеу, сосын кіріспе сөз, оннан қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті баяндама, баяндамадан кейін сұрақтар мен жауаптар сессиясы, сосын қорытынды жасау. Осы регламентпен келіссеңіздер, бір ауыздан бекітте қол көтеріп дауыс беріп жіберсеңіздер. Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына енгізіледі. Сөз сөйлеушілер бөлмеу керек, сыпайы болуды, іс-шараның барлық қатысушыларына сөйлеуге мүмкіндік беруді өтініп сұраймыз. Сөз кезегі қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші, өкілі баяндамашы Бекеева Ақерке Орынбекқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Менің атым Бекеева Ақерке Орынбекқызы. Бүгін сіздерге Қор мұнай компаниясы акционерлік қоғамның ашсай кен орны үшін әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар, жобалық құжаттар, яғни жол берілетін шығарындылар нормативтерінің жобасы, рұқсат етілген төгінділер нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы. Подождите, до этого слышали, да, Маржан? Вас хорошо слышно, когда это Поближе на звук поставим. Қоршаған ортаны қорғау бөлімі жұмыс жобасының қоршаған ортаға әсерін бағалау жөніндегі есепті таныстыратын боламын. Қоғамдық тыңдаулардың мәні жұмыс жобасын әзірлеудің мақсаты рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасын түзету, қоршаған ортаны қорғау тиісті бөлімдерінің әзірлеумен қатар жүретін бірқатар жобаларды іске асыруға байланысты. Бұл жобаларды іске асыру кәсіпорынның ағымдағы өндірістік қызметін қамтамасыз етуге бағытталған. Одан кейін ашсай кен орнының карта схемасы көрсетілген. Одан кейінгі слайдта ашсай кен орнының орналасу шолу картасы көрсетілген. Одан кейінгі құрылыс жұмыстары және пайдалану кезеңдерінде жұмыс жобасының атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Пайдалану кезеңінде 542 стационарлық көздер анықталды, оның 180-і ұйымдастырылған, 7-сі ұйымдастырылмаған және 355-і нормаланбайды. Құрылыс жұмыстары кезеңінде 116 стационарлық көздер анықталды, оның 50-і ұйымдастырылған және 66-сы ұйымдастырылмаған. Сонымен қатар күрделі жөндеу жұмыстары кезінде 7 стационарлық көздер анықталды, оның 6-ы ұйымдастырылған және 1-і ұйымдастырылмаған. Олар атмосфераның ластану деңгейін талдау кезінде жердегі концентрациялар атмосфералық ауаның стандартты сапа критерийінен төмен мәндерге ие болатындығы және санитарлық қорғау аймағының шекарасында шекті рұқсат етілген концентрацияның аз болатындығын көрсетті. Одан кейінгі слайдтарда құрылыс кезеңінде және пайдалану кезеңдерінде ластауыш заттар шығарындылары пайызбен көрсетілген. Құрылыс кезеңінде суды тұтыну және суды бұру. Құрылыс жұмыстары учаскесінде ауыз су және шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланылатын болады. Құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау кезінде жұмыс істеп тұрған кәсіпорын жағдайында жүргізіледі. Шаруашылық және өндірістік қажеттіліктері арналған су автоцистерналармен әкелінетін болады. Сондай-ақ ауыз су бөтелкедегі сумен беріледі.
Техникалық сумен жарықтауды жақын орналасқан кен орындарына су алу есебінен қамтамасыз ету көзделген. Пайдалану кезеңінде суды тұтыну және суды бұру жоқ, өйткені учаскеде технологиялық процестерді басқарудың герметикалық жүйесі жүзеге асырылады. Сондай-ақ кәсіпорынның өндірістік қызметі үшін Қорғанай компаниясының жұмыс істейтін персоналы тартылатын болады. Өндірістік қажеттіліктерге ауыз су пайдаланылмайды. Ағынды суларды ағызу жер үсті су объектілеріне жүзеге асырылмайды. Суды ұтымды пайдаланады. Жер үсті және жер асты суларына әсері болжанбайды. Топыраққа, өсімдіктерге және жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің популяциясының өзгеруі болжанбайды. Негізгі көші-қон жолдары жобаланатын объектіден тыс орналасқан. Жоспарланған іс-шаралар құстар мен жануарлардың көші-қон белсенділігіне әсер етпейді. Топырақ қасиеттерінің өзгеруі күтілмейді. Топырақ аралық қасиеттерді сақтайтын болады. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің өкілдерінің генетикалық қорына әсері жоқ. Қалдықтарды басқару бағдарламасын іске асыру жөнінде іс-шаралар жоспары. Қауіпті қалдықтарды, яғни жаңадан пайда болғандарына паспортты әзірлеу, мамандандырылған ұйымдармен қалдықтарды кәдеге жарату және көму үшін қалдықтарды беруге уақытылы шарттар жасасу, қалдықтарды қайта өңдеумен және қайта пайдаланумен айналысатын мамандандырылған ұйымдармен шарттар жасау, компания қызметкерлерін курстарда қалдықтармен жұмыс істеу бойынша семинарларды оқыту, қалдықтарды уақытша орналастыру алаңдары және орындарын ақпараттық баннерлермен таңбалау. Одан кейін өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Объектінің операторының ішкі экологиялық саясатқа, қоршаған ортаға ықтимал әсер ететін өндірістік процестерді бақылауға және реттеуге қатысты шешімдерді қабылдау үшін ақпарат алу, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, өндірістік процестердің қоршаған ортаға, адамдардың өміріне, денсаулығына теріс әсерін барынша азайту, табиғи және энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру, штаттан тыс жағдайларға жедел алдын алуға әрекет ету, объект операторының басшылары мен қызметкерлерінің экологиялық ақпараттылығы мен жауапкершілігінің жоғары деңгейін қалыптастыру, кәсіпорынның экологиялық қызметі туралы жұртшылықты хабардар ету және экологиялық менеджмент жүйесінің тиімділігін арттыру. Одан қоршаған ортаны қорғау жөнінде 2026 және 2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары. Қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар мыналарды қамтитын болады. Жылжымалы көздерден ластауыш заттардың шығарындыларын алдын алу және азайту жөнінде іс-шараларды орындау, технологиялық жабдықтың беріктігі мен герметикалық қамтамасыз ету, шығарындылар көздеріндегі зиянды заттар шығарындылардың өндірістік мониторингін жүргізу, өндіріс және тұтыну қалдықтарын шығару және кәдеге жарату, сонымен қатар HSI кен орнында 90 сайын радиологиялық мониторинг жасап отыру. Жобаның қоршаған ортаға әсері азайту шаралары. Құрылыс монтаждау жұмыстары кезеңінде негізгі шаралар: шаңды басу үшін құрылыс алаңдарында жолдарға су шашу, шаң шығаратын материалдарды брезентпен немесе басқа жабындармен тасымалдау, жұмыс істеп тұрған құрылыс техникасының қозғалтқыштарын дұрыс реттеп, жанармай қалдықтарын барынша азайту, кәріз суларын жинау және арнайы ұйымдармен келісімшарт бойынша оларды қауіпсіз түрде шығару, топыраққа жанар-жағармай материалдардың түсуіне жол бермеу үшін техниканы арнайы орындарда ғана жанармаймен толтыру және жөндеу, жасыл желектерді негізсіз кесуге жол бермеу, құрылыс қалдықтары, тұрмыстық қалдықтарды арнайы контейнерлерге жинақтау, өндірістік қалдықтарды дер кезінде шығару. Осы шараларды сақтау құрылыс жұмыстары кезеңінде қоршаған ортаға барынша әсерін азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар нысан орналасқан аудандарда, оған іргелес аумақтарда қорықтар, мұражайлар, сәулет ескерткіштері жоқ. Яғни бұл объект үшін атмосфералық ауаның сапасына арнайы талаптар талап етіледі. Осы жобада кеткен материалдар негізінде келесі қорытындылар жасауға болады. Құрылыс жұмыстары кезінде және пайдалану кезеңінде атмосфералық ауаға әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылыс кезеңінде қоршаған ортаға әсерді шамалы болады және экожүйеге елеулі өзгерістер әкелмейтін қойылады. Сонымен қатар пайдалану кезеңіндегі әсерді орташа деңгейде және экожүйеге қайтымсыз өзгерістер туғызбайды. Жер асты және жер үсті суларының ластануына әсер етпейді. Құрылыс объектісінің әсер ету шегінде топыраққа әсері рұқсат етілген деп бағаланады. Биологиялық жүйеге әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Бұл өсімдіктер мен жануарлар әлемінің қолданыстағы түрлі құрамының өзгеруіне әкелмейді. Әлеуметтік және экономикалық аспектілерге әсері жергілікті экономика үшін және жергілікті халықты жұмыспен орналастыру үшін оң деп бағаланады. Қолданылатын заманауи технологияларды ескере отырып, жобаны іске асыру қоршаған ортаға әсері минималды деңгейде болады.
және қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылысы және пайдалануға берілуі елеулі экологиялық зардаптар әкелмейді. Рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы табиғатты қорғау заңнамасының талаптарына сәйкес қоршаған ортаға теріс әсерді қысқарту мақсатында орындалады. Осы жобада технологиялық процестердің қоршаған орта компоненттерінің әсері қарастырылып бағаланады. Жүргізілген жұмыстарды талдау көрсеткендей, осы объектінің өндірістік қызметі кезінде теріс әсер тек аумақтың атмосфералық ауасына ғана әсер етеді және атмосфераға зиянды заттар нормативтерінің нақты шығарындылары деңгейінде белгілеу ұсынылады. Кәсіпорынның топыраққа, өсімдіктерге және жануарлар әлеміне әсері шамалы. Бұл компоненттерге объектілердің физикалық болуы және жердің бұзылуы айтарлықтай әсер етеді. Яғни ұсынылған іс-шараларды іске асыру кезінде кәсіпорынның қоршаған орта компоненттеріне теріс әсері азайтылады. Қоршаған ортаға әсер ету жергілікті болып бағаланады және табиғатты қорғау шараларымен, төлемдермен және жерді қалпына келтірумен өтелетін болады. Тұтастай алғанда болжамды жұмыстар ауданындағы қоршаған ортаға әсерді бағалау, құрылыс және пайдалану жұмыстары кезеңінде ұсынылған табиғатты қорғау шараларын сақтаған кезде соншалықты маңызды болмайтындығын көрсетті. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жыл 3 тамыздағы номері 286 бұйрығына сәйкес қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесі сәйкес ұйымдастырылды. Назарларыңызға рахмет. Барлығына сұрақтарыңыздар ма? Сұрақтарыңыз, соның қатысушылар. Сұрақтарды айтыңыз ба? Сосын мен оқып жіберейін. Саламатсыздар ма? Сұрағымда 26 жылға мұнай компаниясы, қор мұнай компаниясының рұқсаты бар. Не себептен корректировка жасалып тұр екен? Рұқсаты бар, неге корректировка жасалмады? 2026. Маржан, добрый день. Я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что у нас 10 рабочих проектов, разделов охраны окружающей среды к этим проектам добавляется, среди которых на период эксплуатации выявлены новые источники. Одним из оснований корректировки проекта НДВ является вот то, что у нас появляются новые источники после периода СМР. Еще есть у вас вопросы? Хорошо. Да, вопросы есть. Увеличение объема выбросов есть, имеется? Или снижение выбросов? Смотрите, у нас как вообще HSI, вот мы получили письмо от комитета по поводу разделения HSI по областям. То есть у нас часть месторождения HSI находится в Улутауской области, часть месторождения находится в Кызылординской области. Одним из оснований вот сейчас данного проекта является уменьшение, конечно, выбросов за счет того, что часть источников у нас перешли отдельным проектом в Улутауской области будет проходить. Письмо получили от Комитета экологического регулирования и контроля, где они указывают, что расположенные на территории Улутауской области объекты подлежат экологическому регулированию и контролю со стороны Департамента экологии по области Улутау. За счет этого у нас уменьшение идет. Но при этом у нас добавляются 3 источника, но эти источники такую большую роль не играют, поэтому у нас уменьшение будет. Хорошо. Теперь месторождение HSI, значит, разделили на 2 части, да? Да. Основные источники? Основные источники у нас в Кызылординской области получаются. Хорошо. А ПДС? ПДС у нас тоже в Кызылординской области будет проходить. Потому что непосредственно объекты эти находятся на Кызылординской области, на территории Кызылординской области. Хорошо. А в НДС увеличение есть? Имеется? В НДС увеличения не имеется. Насколько вот я могу сейчас сказать, но у меня просто под рукой цифры нету, но остается почти на прежнем уровне. Принять, сделай. Что-то отключился УПР. Маржан, у вас все, да, с вопросами? Да. Мы сейчас зачитаем по поводу, нам партия Байтак на экопортале дали замечание. Вот сейчас зачитаем само замечание и ответ к замечанию.
Спасибо. Хорошо. Лицензиялау порталына Байтақ партиясының жобалық құжаттамаға қатысты ескертулер түскен болатын. Яғни ол 3/3 бір кестесінде жерге жақын концентрациялар шамаларының есептеу нәтижелерінің жиынтық кестесіне бойынша, яғни санитарлық қорғау аймағының шекарасында келесі ластаушы заттар бойынша шекті рұқсат етілген концентрациялардың асып кетуі анықталды. Яғни азот диоксиді, азот оксиді, күйік, күкірт диоксиді, күкірт сутек, сондай-ақ сумация топтары бойынша асып кетулер тіркелген. Аталған асып кетулер Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарын өрескел бұзу болып табылады. Жоғарыда айтылған байланысты ұсынылған жоба қазіргі күйінде одан әрі талқылауға және қарауға жатпайды деп есептейміз. Осыған байланысты келесі шараларды қабылдау қажет. Яғни жобалық құжаттамаларды қайта пысықтау, ластаушы заттардың шығарындарын азайту бойынша техникалық іс-шаралар жоспарын әзірлеу және ұсыну нормативтік рұқсат етілген шығарындыларға қол жеткізу үшін. Яғни көрсетілген ескертулер ескерілген және толықтырылған жоба қоғамға ұсынылғанға дейін, қоғамдық тыңдауларға дейін қалдыру. Қалған сұрақтарды онлайн форматта немесе Қазақстандағы экологияға арналған Telegram арнасында талқылауды ұсынамыз деп берілген. Ескерту қабылданды, жауабы былай берілді. Сіз атап өткен санитарлық қорғау аймағының шекарасында асып кетулер 3/3 бір кестесінде, яғни жерге жақын концентрациялар шамаларының есептеу нәтижелерінің жиынтық кестесі қарастырылып талданды. Соның ішінде келесі жұмыстар жүргізілді. Бастапқы деректерді тексеру, жекелеген көздерінің үлесін талдау, өнеркәсіптік алаңдағы шығарындылар көздерінің орналасуын, яғни координаттарын нақтылау, сумация топтарын есепке алудың дұрыстығын бағалау. Жүргізілген талдау нәтижесінде шығарындылардың есептеу объективті түрде орындалмағаны анықталды. Себебі карта схема көздерінің координаттары дұрыс енгізілмеген, яғни 2/5 кестесінде рұқсат етілген шығарындар нормативтерінің есептеу үшін атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының параметрлерінде. Осыған байланысты эра бағдарламалық кешенінде ластаушы заттардың жерге жақын концентрацияларын таралуын модельдеу кезінде сіз көрсеткенде сәйкестіктер алынған. Жүргізілген талдау қорытындысы бойынша көздердің параметрлері түзетілді, яғни карта схемада көздердің координаттары таралу бойынша қайта есептеу жүргізілді. Қайта алынған нәтижелер белгіленген талаптарға сәйкес рұқсат етілген шығарындар нормативтерінің қол жеткізетіндігін көрсетті. Жобаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Оның ішінде 2/5 кестесінде рұқсат етілген шығарындар нормативтерінің есептеу үшін атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының параметрлері, атмосферадағы ластаушы заттардың таралуын есептеу нәтижелері және есептік концентрациялар изосызықтарының көрсетілімдері берілді. Пысықталған материалдар белгіленген тәртіппен ұсынылады. Сондай-ақ қоғамдық тыңдаулар барысында түсіндірме беріледі. 2021 жылы 3 тамыздағы номер 286 бұйрықпен бекітілген қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес, яғни 18 тармақта мүдделі мемлекеттік органдармен және жұртшылық өз ескертулер мен ұсыныстарын ақпараттық жүйеде орналастырады. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттарға қатысты ескертулер мен ұсыныстарды қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін кемінде 3 жұмыс күнінен бұрын тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органына, яғни облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың жазбаша түрде қағаз немесе электронды тасымалдағыштардан жібереді және немесе қоғамдық тыңдаулар барысында ауызша түрде білдіреді. Одан кейін 19 тармақта түскен ескертулер мен ұсыныстардың қоршаған ортаға қорғау саласындағы уәкілетті органның ведомстволық ұйымымен ақпараттық жүйедегі қоғамдық тыңдаулар бөлімінде, сондай-ақ тиісті әкімшілік аумақтық бірліктерде облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдардың ресми интернет ресурстарында орналастырылатын болады деп жауап берілді. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Зум қатысушылар Ашсай деген жерде жаңа ықтимал есептерін отчеты ғой соны. Кратко айтыңызшы. Ауызша бір айтып жіберіңіздерші. Ашсай кен орнында қайтадан жұмыс жасауға жыл сайын рұқсат алады.
ең жақын елді мекен сіздер Тереңөзек тереңөзек Қоңсы кенті болып Дария. есептеледі. Жақын болып Сосын тұр ғой. сіздерге халыққа соның жұмыс процесін Таныстырады. таныстырамыз. Қандай шаралар қолданылады, қалдықтарды басқаруға, ауаны таза ұстауға барлық қандай шаралар, Шаралар. соны сіздерге таныстырамыз тұрғындарға. шара дейді, Иә, шара иә. десе сонда, сол түсінбей оқып жатсыздар, мен біліп жатырмын, түсінбедім. Ана ауаға несі бар ғой, ықтимал нелер ше, бүкіл жаңағы вредный нелердің бәрі қанша процент, қанша тонна, соның бәрін таныстырып жатқан ғой. Жоқ, бұның барлығы да дұрыс, бұл мұнайың да дұрыс. Осы мұнайға менің ішім удай ашиды ше, мұнайды қазып алып жатыр, оның астына су құйылып жатыр ма, құйылмай жатыр ма білмейміз. Біз мақұл, біздің немереміз, шөберелеріміз қалай болады деймін да. Жоқ, ол ше Ең астатқысы бұның, мұнайдың ең астатқысы менің түсінігім бойынша, Құдайдың мына парафин мен свеча. Құдай кеше свет жоқ болып бір апта әбден күйдік. Сол свечаның өзі 1000 теңге болып кетті ғой. Бұндай бір өңдейтін завод ештеңе жоқ па? Тегін қылып қояды, хотя бы бұл бүгінгі темаға қатысы жоқ. Бұл Неге байланысты қоғамда тыңдаймыз ба? Сұрақтарыңыз бар ма? Зум қатысушылар. біздің баламызға, немерелерімізге, шөберелерімізге керек қой табиғат. Біз мақұл, оларға не болады? Басқа сұрақтарыңыз болмаса, сұрақтарыңыз жоқ қой, басқа сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі қоғамдық тыңдауды өткізілді деп жариялаймыз және жабық деп жариялаймыз. Келіп қатысқандарыңызға рахмет. Аман саулықта болайық. Жақсы. Анау келін ғой, келін.